Ауыр жылдың түсті жанған назары, ат ойлады қыр басында мазары, ауыл жатты ауру жандай бүктісі, адырақа ошақ мен қазаны. Жанарында мұзды моншақ ананың, жүрегінде терең өксік баланың, жанда батқан жолбарыстың тырнағы, жаны далдыл жаза тартқан даланың. Сахнада бесеудің хаты көрінісімен 11-ші Б сыныбы. Ашаршылықтың зардабын көрген қазақ даласындағы қазақ отбасы. Осылай ашотқан үйге бай кіріп келді. Ассалаумағалейкум Жошыбай, амансың бе? Үй ішің, бала-шағаң қайда қалай? Мына үйге келген жоқшылық ешкімді де аямады ғой. Барлығын күйретіп салды. Сендердің басыңа келген мына жоқшылық біздің де басымызға келері анық. Иә, Жошыбай, менің де саған айтқым келгені осы. Жошыбай, мен саған бір ұсыныспен келіп тұрғаным бар. Байқаймын, мына қызың сенің ой жетіп есейіп қалыпты. Міне, бір қап бидай. Менің не айтқым келіп тұрғанын сен жақсы түсініп тұрған боларсың, Жошыбай. Ойлан, ақымақ болма. Ұрпағыңның ағын ойла. Не деп тұр әкесі? Бір қап бидайға қызыңды сат дегені несі? Қызыңды мұндайға берер ойым жоқ. Әкесі үнсіз қапқа қарап қалды. Сатпаңызшы мені, әке. Апа, бірнеме десеңізші. Сатпаңдаршы мені, әке. Қызым, мұндай ойым жоқ. Әкесі қолына қапталып, байға басын изейді. Не істеп тұрсың сен? Тастамапты. Бұның не? Бір қап бидайға қызыңды сатар ойың бар ма? Олар сен араласпа. Осы мезетті күткендей бай қыздың қолынан ұстап сүйрелей жөнелді. Әке жанында қыз аяймай, апа. Сатпаңдаршы, апа. Бай қызды алып кетті. Анасы еңіреп жылап қалды. Әкесі шарасыз сыртқа шығып кетті. Үй іші тым-тырыс, жан жоқ секілді. Бір уақыт өткенде сырттан әкесі аянышты дауыспен: Балам, тұршы балам. Анасы жанталаса жүгіріп сыртқа шықты. Шықса, баласының өлі денесін көріп: аяр келіп, аямастан қысқанда, аяр жантып, көмек берді дұшпанға. Алашымды ашатия қалмады, ала қарға билік құрды ұшқанда. Біреулер бар, сол қырғынды жақтайтын, біреулер бар, сол сойқанды ақтайтын. Білмегесін бәле кімнен келгенін, біреулер бар, Сталинді мақтайтын. Жарияның мәлім болды ақтығы, жамандық зәрім болды жақтығы. Жауап біреу Сталиннің үкімі, шот жендеттің солар еді авторы. Не болып қалды? Олай баса көктеп көргендеріңе қарағанда маңызды мәселе болды ғой. Маңыздылығын білмеймін, бірақ бір білетінім, сендердің өз бастарына қауіп төніп тұр. Сталинге жазған хаттарың міне менің қолымда. Осылай Сталинге хат жазсақ, сендердің бастарына сипайтты ойландар ма? Өйстіп жүріп, халық жауаптан кетпеңдер. Осы менің соңғы ескертуім басылған бит. Ақыры хатты алған екенсің. Бұл хатты жақсылап оқу керек еді. Бұл хаттың мақсаты басқа. Елде қандай ашаршылық болып жатқанын өз көздерімен көріп тұр ғой. Ал халықтың болса түрі анау. Бір уыс бидайға жармай отыр. Кейбіреулері болса өзінің туған баласын жеуге қарады. Ал біреулер шарасыздықтан өзінің қызын бір уыс бидайға аямастауға дейді. Ей, сендер Сталиннің құл шоқпарлары, өздерінің қара бастарыңды ойлай бермей, бір сәт болсын халықтың мұң-зарына құлақ түрсіңдерші. Сен күшік, нағыл деп тұрсың. Өзін кіммен деп санап тұрсың. Жыл қабақтан қазай,
құтырайын деген екенсіңдер. Жетейін. Өтірік па? Халқымызды ашаршылық деген өтірік сылтаумен қолдан қырып жатқандар. Бұлардың барып тұрған айуандық қашанғы халықтың аузына қақпақ боламыз деп ойлайсыңдар. Заттес, жақсылықты түсінбейді екенсіңдер. Ендеше сіздермен әңгіме басқаша болады. Күзет! Биіктегі сендер шын бере алмайсыңдар. Жібер. Мегаз болды қазағымның баласы, нәубет көріп тиде жендет жаласы. Нағыз сойқан көрді талай ұлтымыз, нала көрді, жала көрді даласы. Өткен өтті, кеткен кетті демеңіз, өртке түсті, дертке түсті денеміз. Өлмеу үшін күресумен келеміз, өрге жүзіп мақсат кемеміз. Батыр болдық, батыл болдық майданда, бейқам болдық, сұмдар ойын жайғанда. Бейкүнә жұрт екенбіз ғой ақ жүрек бауыр басты.